есімізге салып жіберейік. Біз өткен сабағымызда қазақ тарихында өзінің үлкен орны бар тұлға деп айтуымызға болады. Кім туралы тұрғанда Шыңғыс хан туралы. Жалпы Шыңғыс хан кім? Тағы қосарларыңыз бар ма жалпы Шыңғыс хан туралы? Жақсы, біраз нәрсені білдік, е? Жалпы Шыңғыс ханның досы кім болған, балдар? Кішкентай кезінен, е? Оны өлтіретін уақытында не істеп жібереді? Кім бұл? Кім болды? Жақсы, Шыңғыс хан әкесі кім болды? Шыңғыс хан әкесі неше жасында еді? 10 жасында еді. Кімдер болған жақсы, ендеше бүгінгі сабағымыздың негізінде өзінің платформасы арқылы бүгінгі үй тапсырмасын аял тез шығарып жүр. Жақсы. Яғни 15 тест сұрағы сіздердің алдарыңызда тұр. Жалпы өтілген бақып, Шыңғыс хан туралы бойынша. Кім шығар? Ырсалды, келе қойшы. Алғашқы 5 сұраққа Ырсал жауап берсін, келесі 5 сұраққа міне осылайша балдар. Бір-бірімізді бағалауды. Өлістен кейінгі етіге дейінгі жерлерді Шыңғыс хан кімге берген? Дұрыс па? Жақсы. Келесі. Екінші сұрақ Азат Сенің мемлекеттің астанасы болған Пекинді қашан бағындырды? Қайсы? 12 жыл. Келесі? Елдің бүкіл жері мен халқы неше әскери әкімшілік округке бөлінді? Неше әкімшілік? Мадақ көшіп тұрамыз қалғанымыз. Келесі. Шыңғыс ханның кіші баласы Төленің ұлысы Монғолия жері болды. Темучинді қай өзеннің сағасында монғолдардың әміршісі деп жарияланды? Жақсы, отыралым. Келесі, қалған 5 сұраққа тағы жауап береді. Мақсат келе қойшы. Шыңғыс ханның қай баласы берілді? Келесі. 1211 жылы Аслан хан моңғол татар әскерлерінің шабуылы кезінде не істеді? Не істеді? Моңғолдарды бағалады. Жоқ, Шыңғыс ханның бассалы бағыншысы деп естелескен санағын кетті. Жақсы, ары қаратан. Шыңғыс ханның өмірі мен жаулап алу соғыстары туралы мәлімет беретін тарихи дерек байқалды. Монғолдарды жүйелі әкелі. Монғолдардың бірінші желісі. Шыңғыс хан қай жыл дүниеге келді? 1525 жылы. Қай жылы монғолдар көршілес елдердің халықтары ойраттарда енесей қырғыздардың қырғыздарды бағындырды. Қай жылы? 1200 Жақсы, отыра 1209 жылдары
Жақсы. Тағы келесі. Қалған 5 сұраққа кім жауап береді? Кім жауап береді? Басқа тағы. Арай кеш. Балдар кәдімгідей күні көп жылда атай ағайлар 12-ші ғасырдың соңында моңғол таралары билік құрған дұрыс қой енді айтып тұрған дауысын шығарып айтшы қарай. Келесі. Шыңғыс хан қандай тайпадан шықты? Орыс жер тайпасынан шыққан. Шыңғыс хан деген атынан қашан моңғолдардың әміршісі болып жарияланды? 1206. Соңғы сұрақ. Түменде неше адам 10 Жақсы балдар, отырағы. Бүгінгі тест сұрағына жауап берген балдарға, яғни балдар сөзді 3 сағат алған. Жақсы. Келесі біздің жұмысымыз қалай? Келесі екінші тапсырмамызға көшейік. Екінші тапсырмамызға картаны. Біз жалпы Шыңғыс ханның неше баласы болып едік? 4 баласы болып едік. 4 баласына не істеп едік? Жерлерді ұлыстарды бөліп беріп едік. Жақсы. Кім айтты, кім шығады? Келе өш базыр. Мына жерде кімге беріп береді дейсің? Жошы хан болса, мына басып қойып. Жошы екен. Оны кімге берген? Екінші бөлген. Үгедейге берген. Жақсы басып қойып көрейік қазір. Мына бір бөлікті кімге берген? Кімге берді деп ойлайсың? Шағатайға берді деп ойлайсың болса? Шағатайға берді деп ойлайсың. Мынау енді біздің Қазақстанның территориясына кірмейді. Ол белгілі, аты кімге берген? Дұрыс, кімге берген? Төле берген көрсетесің. Енді тексеріп көрейік ал дұрыс. Астыңызға айтыңыз. Көк. Дұрыс екен, жақсы отырамын. Жақсы балдар. Сонымен, қайтадан сұраққа жалпы балдар, сонымен бүгінгі біз үлкен тарау, Шыңғыс ханға арналған тарауымызды аяқтаймыз. Енді біз бүгін үлкен жаңа тарауды бастаймыз. Кітабымызды ашамыз. Келесі тарау қалай аталады? Қазақ хандығы орталық Азиядағы алғашқы ұлттық мемлекет. Қазақ хандығы үлкен бір тарауды бастаймыз. Осының ішінде балдар бүгінгі біздің сабағымызда Ақорда қазақ хандығының негізі деген тақырып бойынша бүгінгі ашық сабақтарда немесе алғашқы хандық бойынша алғашқы сабағымызды бастаймыз. Ақорда деп атайтын балдар. Не себепті Ақорда деп аталған деп ойлайсыңдар? Кім айтады? Алтын Орда, Ақорда деген сөздер сендерге таныс па? Не себепті Ақорда деп аталуы мүмкін деп ойлайсыңдар? Кім айтады? Менің ойымша, жалпы ақ деген түстің және ақ деген сөздің өзі киелі мағынаны білдіреді. Сол себепті осы ақ сөзімен түсімен ырымдап, осы ақ орданың ниеті түзу, ниеті осылай ақ және бағындыра белестіктері мол болсын деген ұғыммен Ақорда деген ақ берілді деп ойлаймын. Жақсы. Жақсы, ендеше балдар бүгінгі сабағымыз Ақорда қазақ хандығының негізі деген тақырып. Бүгінгі
Бүгінгі сабағымыздың мақсаты Қазақстанда мемлекеттік қалыптасуының тарихи кезеңдерін түсіндіру, 13-15 ғасырларда Қазақстан аумағында құрылған мемлекеттердің этно-әлеуметтік құрылымын анықтау, Қазақстан аумағында 13-15 ғасырларда құрылған мемлекеттердің сыртқы саясатын талдау екен. Бүгінгі сабағымызда біз мынандай кілт сөздермен танысып боламыз. Ақ Орда, Көк Орда, Әбілқайыр хандығы, Сырдария бойындағы қалалар, Моғолстан, Қазақ хандығы, этникалық аумақ, мемлекеттік аумақ және қазақ мемлекеті деген термин сөздермен танысып боламыз. Біз жаңа сабақ барысында, өткен сабақ барысында айтып өттік. Қазақ тарихында Шыңғысқа өзінің 4 баласы, соның ішінде Жошыны өзінің жанына естеп балдар шақырды. Өйткені Жошының біріншіден ел басқару тактикасы және жалпы ата-ана үшін балдар отбасында балалардың бәрі жақын, бірақ соның ішінде бір баланың бір өзіне несі болады, ерекшелігі, жақындығы болады. Міне сол сияқты Жошы отбасындағы 4 ер баланың ішіндегі Шыңғысқанға жақын бала болған екен. Сол Жошының басқарып отқан ұлысы 2 қанатқа бөлінеді. Оң қанат және сол қанатты. Оң қанатты Батихан басқарады, және сол қанатты басқарған Батихан Дешті Қыпшақ даласының солтүстік батыс жеріне дейінгі территорияны алады да, сол жерге Алтын Орда деген үлкен мемлекет құрады. Ал Орда ежен Дешті Қыпшақтың шығыс бетін алып, сол жерде қандай мемлекет құрады? Ақ Орда деген ұлыс құрады. Сол Ақ Орданың шығыс жақ бөлігінде Көк Орда мемлекеті егістеген. Осылардың бірге қосылған. Жақсы, әмін қарады. Жалпы Ақ Орда балдар кезеңі, Ақ Орданың кезеңі 3 кезеңде бөліп қарастырамыз. Бірінші Ақ Орда кезеңі Алтын Орданың құрамындағы кезең, екінші Алтын Ордадан бөлініп өзінің тәуелсіздігін алған кезең, ал үшінші кезең Әмір Темірдің шапқыншылық балдар кезеңі. Жалпы Ақ Орда туралы әуелі біз неден видеодан қарап алайық, сосын тағы да Ақ Орда туралы айтып өтеміз. Жалпы Ақ Орда қазақ мемлекетінің құрылуы туралы. Алтын Орданың ыдырауы барысында Қазақстанның орталық, батыс және солтүстік батыс бөлігінде бірнеше тәуелсіз саяси иеліктер құрылып, олардың арасында билік үшін толассыз күрестер жүргізілді. Бұл күрес 15 ғасырдың 20 жылдары шығыс Дешті Қыпшақ аумағында Әбілқайыр хандығының құрылуына алып келді. Шайбан ұрпағы Әбілқайыр таққа 1428 жылы Сібірде Чимгилтура қаласында отырды. Бұл хандықты қазіргі тарихшылар көшпелі өзбектер мемлекеті деп те атайды. Жаңа хандықтың қалыптасуы Барақ хан өлімінен кейін Ақ Орданың ыдырауы нәтижесінде жүзеге асты. Хандықтың территориясы батысында Жайықтан, шығысында Балқашқа дейін, оңтүстігінде Сырдарияның төменгі ағысынан Арал теңізіне дейін, ал солтүстікте Тобыл мен Ертістің орта ағысына дейін созылып жатты. Әбілқайыр хандықты 40 жыл биледі. Ол басқарған кезең қақтығыстар мен соғыстарға толы болды. Бұл жағдай Шыңғысхан ұрпақтары, соның ішінде Керей мен Жәнібек бастаған қарсы топтың бөлініп кетуіне әкелді. Әбілқайыр хан Орта Азия мен Қазақстанның оңтүстігінде басқыншылық соғыстар жүргізіп, 1430 жылы Хорезмді, 1446 жылы Темір ұрпақтарынан Сырдария бойындағы бірнеше қалаларды басып алып, сығанақты мемлекет орталығын жасады. 1450 жылдары Самарқанд пен Бұхараға жаулап алушылық жорықтарын жүргізді. 1457 жылы оңтүстік пен оңтүстік шығыс Қазақстанға кіре бастаған ойраттардан сығанақ түбінде ойсырай жеңіліп, келісім жасауға мәжбүр болды. Осыдан мемлекеттің құлдырау кезеңі басталды. 15 ғасырдың 50 жылдары Керей мен Жәнібек сұлтандар бастаған тайпалардың бір бөлігі Ұлытау өңірі Таңбалы тас деген жерде ту көтеріп, кейін Моғолстанға көшіп кеткендіктен, Әбілқайыр хан 1468 жылы оларға қарсы жорық ұйымдастырған.
бірақ жолда қаза болып, әскері кері қайтады. Биліктің әлсіздігі мен ішкі талас-тартыстың кесірінен Әбілқайыр хандығы құлайды. Әбілқайырдың немересі Мұхаммед Шайбани билікті қалпына келтіру үшін күрескенімен мемлекетті қалпына келтіре алмайды. Бұл жағдай Қазақ хандығының нығаюына әсер етті. Жақсы балалар, сонымен біз бүгінгі сабағымызда Ақ Орда мемлекетінің жалпы құрылуы, одан кейінгі тарихи сахнаға шығуы, Ақ Ордадан кейінгі ол жерге, яғни Әбілқайыр хандығының келуі, одан әрмен қарата қандай хандық келді? Моғолстан құрылысы, содан кейін бар ол жерге Қазақ хандығы. Оған кейін Қазақ хандығының негізін қалаған кімдерді саналады? Және негізінде таққа кім отыру керек, балдар? Және бірақ кім отырады? Неге отырып керек? Себебі оның жасы жасы үлкен болып, алайда бірақ елдің жағдайларымен көбінесе Жәнібек ішкі сыртқы дипломатиялық саясаттардың барлығын, істердің барлығын кімдер атқарып отырды? Жәнібек атқарып отырған екен. Міне балдар жаңағы біз айтып отырған Ақ Орда мемлекетіміз Балқашты және Сібір ойраттары жоғары жақтары және біздің батыс өңіріндегі қандай жобалар Жайық өзенінің арасында орналасқан Әбілқайыр хандығының территориясы. Мынау міне балдар Моғолстан хандығы, Әбілқайыр хандығы, Ақ Ордадан кейінгі келген. Әбілқайыр көрсетушілерге жаңа айттық, Ақ Орданың астанасы қандай қала болды дедік? Сығанақ қаласы. Жақсы. Міне Ақ Ордадан кейін, Ақ Ордадан кейін Әбілқайыр хандығы естетік балдар құрылды деді. Міне Әбілқайыр хандығы 1456-57 жылдары міне осы жердегі ойраттардан кейін соғысу барысында Әбілқайыр, яғни Әбілқайыр хан 1428-1468 жылдардың аралығында естетік 40 жыл ел билеген Шайбан ханы екен. Әбілқайыр хандығынан кейін келіп, ол жерге 14-ші ғасырда Моғолстан территориясы, яғни тарихи сахнаға шығып, Моғолстан территориясында біздің Шығыс Түркістан және сонымен бірге Ыстықкөл бұл қай жақ балдар? Қырғызстан территорияларын істеген кірген екен. Әрмен қарата жаңағы айтып отырған ең хандықтың соңғы үлесін қойған, жаңағы біз айтып отырған қандай хан балдар? Керей және Қазақ хандығы. Міне сол біздің Ақ Орданың территориясында істеген орналасқан. Бүгінде біз, яғни ол Ақ Орданың ортасында біздің қазіргі таңда тәуелсіздігіміздің көк туын желбіретіп тұрған өзіміздің ел ордамыз осы жерден орын тепті. Жақсы. Жалпы бүгінгі сабақ бойынша түсіндік па балдар? Сонымен бірінші Ақ Орда мемлекеті құрылды, ал яғни жошының несінен Ақ Орда мен Ақ Орда бөлініп шықты, Ақ Орда мемлекеті құрылды. Ол неше кезең басын естіртеді? Бірінші кезең, екінші Ақ Орда, болған кезең. Жақсы. Ендеше балдар, кубизм әдісі бойынша біз бүгінгі сабағымызды бойынша нені білдік, нені түсіндік сол туралы мен сіздерге мынандай тапсырма бергім келіп тұр. Жалпы кубизм әдісі біз бұған дейін де пайдаланып жүрміз, балдар. Басқа сабақтар, орыс тілі, география сабақтарда да пайдаланып жүрміз. Бұл кубизм әдісінің 6 құрылымы. Бірінші суреттеу, әрмен қарата қазір кете береді. Жақсы. Бірінші суреттеу әдісі. Мен бұл суреттеу әдісін, балдар, мына жұптық әдісін пайдаланғым келіп тұр. Міне бірінші қатар, мына қатардың бірінші партасы мен мына қатардың бірінші партасына беріп тұр. Қазір сары түс суреттеу. Енді суреттеудің тапсырмасы қандай? Суреттеудің тапсырмасы елді басқарған хандарды нақтылап суретте. Жаңа айттық қой, Ақ Орданың кезінде бар, Моғолстанның кезінде, Әбілқайыр хандығының кезінде, сосын соңғысы Қазақ хандығының кезіндегі хандарды суреттеу. Кім қандай ханды? Топ жұптасып, екеуін бірін ақылдасып. Екінші топ, екінші қатар, екінші қатар. Салыстыру. Бұл салыстыруда балдар Ақ Орда мен Моғолстан территориясын салыстырамыз. Дескриптор балдар артында астында жазылып тұр. Енді бұл әділет пен гауһар, ақмарал мен
Әділжан болады, ол сұраққа жауап береді. Көк түсті сендерге. Тез дәптерлеріне жазып, қысқа қойды. Тапсырманы жазып алдыңдар ғой, Ақорда мен Моғолстан территориясын салыстыр. Қазір шығып, мына картамен айтуларыңызға болады. Кеттік, әрмен қарата үшінші. Байланыстыру үшінші. Бұнда Ақорда, Әбілқайыр, Моғолстан, қазақ хандықтарын бір-бірімен істейсіңдер, байланыстырасыңдар. Дескриптор мен астында жазылып тұр. Бұл үшінші қатар енді кіммен? Аружан мен Димаш. Сосын, Имаш деп сосын. Аружан мен Нұрай. Жасыл түс. Келесі, төртінші тапсырмасы. Жазып алдық қоя балдар, сразу бағаны жазып алды. Таңдау әдісі. Бұл Әбілқайыр хандығын біз таңдап отырмыз. Өйткені 40 жылда ел басқарған едік қой. Оның да дискриптор астында жазылып тұр. Бұл сұраққа жауап береді бізде Алдияр мен Алина, Әділет пен Ақ Ерке. Көк жаңа болды ма? Сары да болды ма? Оранжевый сөйледі. Тоқтап, таңдау жазып алдыңдар олар, Келесі, 5-ші тапсырма. Қолдану. Бұл қолданған нені сұрағы мынандай. Ақорда ханы ұрысқан өз билігі кезінде сауданың дамуына өз үлесін қосуда нені шығарды? Дискриптор астында тұр. Бұған жауап береді Гаухарымен, Жансая, және Ырсалдымен. Іңкір, ара жүйді көрді. Не ақ. Келесі балдар, соңғы 6-шы тапсырма. Дәлелдеу. Дәлелдеу. Оны артта қойған ағайлар дәлелдейтін шығар, апай ағайлар басқа деп айтамыз. Қазақ хандығының құрылу себептерін дәлелдейміз. Яғни бұны ортада отырған топ дәлелдейді екенбіз. Қызыл түс түскен жоқ, ешкімге? Қызыл түс. Жақсы. Дескрипторлардың артында тұрды. Bir kişi uақыт беріледі. Жақсы алдар. Бұл қалыпқа бірінші. Жақсы, кім болды екен ал? Қайтып болдық? Жақсы, бірінші неден баспайық? Суреттеу. Елді басқарған хандардың артында суретте. Жалпы хандарға бәрі мінездемелер беріліп отыр. Кім дайын? Іңкәр болдың ба? Кім? Азелия. Жақсы. Тыңдаймыз Азелияны. Жалпы енді басқарған елінде бүйікті хандардың бірі деп мен орыс ханды айта аламын. Ақорданың көркеюіне, оның ары қарай дамуына үлесін қосқан хандардың бірі. Жалпы Ақорданың ісіне Ақорда ешқандай міндеттемелер жүктеген жоқ. Орыс ханы Ақордадан әрі алып шығып, өзіне тиісті Сығанақ секілді қалаларды қалпына келтірді. Сонымен қатар тағы да
айтуға болады. Бұл екі тұлға бір-бірінен ешқандай ажырамас бөлек секілді. Олардың қазақ халқы үшін істеген игі, олардың басын біріктіріп, осындай ұлы туының желбіреуіне көптеген үлесін тигізді. Жалпы Жәнібек халықтың әлеуметтік жағдайына, саяси реформаларға қатысып барлығын реттеп отырды. Ал Керей хан болып сайланғандықтан, оның жасы үлкен. Бізде қазақта әрине жас үлкендер әрдайым беделді әрі жоғары саналатын болғандықтан, халықты басқару да, оны ары қарай алып кету де осы хандардың арқасында болды. Өте дұрыс. Және басқармаға қозғалыңдаршы балдар. Жақсы. Келесі тағы қосатындар бар ма? Иә, Малкес. Мен осы қазақ мемлекетінің құрылуына өте көп үлес қосқан Әбілқайыр ханды айтқым келген. Әбілқайыр хан өз аймағын кезінде, өз таққа отырған кезінде 17 жаста болған небәрі. Ол осы көшбасшылығының арқасында Жошы ханның ұрпақтарымен оңтүстік аймақтарды бағындыру үшін күш-жігер қажет болған. Және ол 40 жыл билік еткен ұлы тұлғалардың бірі. Жақсы, өте жақсы. Үш шапалақ керек бала, бе? Жақсы. Екінші неміз бұл салыстыру. Ақ Орда мен Моғолстан территориясын салыстырамыз. Міне, мына жерде балдар. Келе ғой, әділет. Мына жерде карта бар еді, о жағына. Келе ғой, Әбілқайыр хан. Енді алып келе ғой, әділеттерді. Әбілқайыр хандығының тұсында Ақ Орда ұлы даланың батыс бөлігі Орыс хан тұсында Ақ Орда күшейіп, жошы әулетінің сол қанатына тиесілі болды. Барлық жерді біріктірді. Ол Ақ Ордаға Сырдария бойындағы қалаларды, әсіресе Астаналық қала Сығанақты қайтарды. Моғолстанға тоқтала кетсек, Шағатай облысының шығыс бөлігінде құрылған мемлекет. Екеуін салыстыра кетсек, территория жағынан Ақ Орда, экономикалық әскери жағынан Ақ Орда басым. Жақсы, отырамын. Тағы қосатын бар ма? Ақмарал, Моғолстанда жалпы Шағатай облысы шығыс бөлігінде орналасқан. Оның құрамына жетісу, Қазақстан, шығыс Түркістан және Қашқария кірген. Жалпы дулат тайпасы болып жүрген және оның ішінде көптеген басқа тайпалар және олар таққа отырып жаңа әулет құрған. Ақ Орданың төртінші ғасырда болған, ұлы даланың батыс бөлігінде болған әйткенде және ол Орда жерлерінің батыс облыстарында орналасқан. Шайбани негізін қалаған. Дұрыс, отырамын. Жақсы. Дәнеке, үш шапалақпен. Жақсы. Үшінші неміз әрқарақта қандай балдар? Үшіншісі байланыстыру. Жақсы. Біз неменені байланыстырамыз едік, бүгінгі тақырыптағы нелерді байланыстырамыз едік. Аружан. Жалпы ең алғашында жошы ұлысының шығыс бөлігінде Орда ежен ұрпақтарының бөлектенуінің нәтижесінде Ақ Орда құрылды. Ақ Орда күшейе түсті, дегеннен кейін барақты бөлінген кейін Әбілқайыр хан өз билігін жүргізді. Сол тұста Әбілқайыр хан билік етті. Кейін біраз уақыттан соң Шағатай облысының шығыс бөлігінде Моғолстан құрылды. Жақсы, отыра ғой. Моғолстан бойынша айтамын, иә. Отыра ғой, дұрыс. Жалпы 14 ғасырда Шағатай облысы ыдырағаннан кейін Шағатай облысының шығыс бөлігі, яғни оңтүстік шығыс Қазақстан мен Қырғызстан аумағында Моғолстан мемлекеті құрылады. Ал осының келесі бөлігінде Мәуереннахрның басында Әмір Темір мемлекеті құрылған болады. Мемлекет кезінде Шағатай ханға адал қызмет еткен оның бас қолбасшысы Әмір Буаданы басқарады. Бірақ ол хан болуға құқығы болмағандықтан Шағатайдың ұрпағы Дулла ханның немересі 16 жаста Тоғыз Темір басқарған болатын. Әмір Темір осы тұста Ақ Орда мен Моғолстанға бірнеше қайтара 10 шақты жорық жасаған болатын. Бірақ Ақ Орда мен Моғолстанның басшылары Әмір Темірге қарсы тұра алмайтын бөлек арнайы одақ жасайды. Бірақ ол арнайы одақ соңында күйретті. 1390 жылы Моғолстан Әмір Темірдің толық тәуелді болатын. Жақсы. Арғайда Әбілқайыр туралы, Әбілқайыр хан туралы. Айтамыз ба? Жоқ, мыналардың ішінде бар ма? Жақсы, ондаша үшінші неге бойынша келесі төртінші топ. Қалай еді нелеріңіз? Қандау. Әбілқайыр хандығы туралы. Алина, тұршы сәлдесінде. Жалпы Әбілқайыр ханға билік үшін басқа да Шайбанилермен және жошы Шыңғыс ханның үлкен ұлы жошының ұрпақтарымен
күресуге тура келді. Әбілхайыр, сонымен қатар Әбілхайыр 40 жыл билік еткен кезде шығыс дешті қыпшақ өте үлкен өзгерістерге ұшыраған болатын. Сонымен қатар Әбілхайыр хандығын өзбек ұлысы, Әбілхайыр ұлысы және көшпелі өзбектер мемлекеті деп те атайды. Әбілхайыр хан болып сайланған кезде жасы небәрі 17-де болған еді. Бірақ оны көптеген далалық басшылар оны қолдаған еді. Шыңғыс хан даладағы өзара соғыстардың 40 жыл бойы тоқтамаған еді. Осы соғыстардың барлығы нәтижесінде өзінің шығыс дешті қыпшақ аумағын бытырап қалды. Сонымен қатар Әбілхайыр хандығы мемлекеті осы қазақ хандығының құрылуына қатысқан мемлекеттердің бірі болып табылады. Жақсы, өте жақсы отырады. Үш тапалады. Келесі ағараттар 5-ші тапсырмамыз не еді балдар? Қолдану. Ақ Орда хан ұрысқан өзбектер кезінің дамуында нені қолданды? Гаухар. Осы ұрысқан тұсында Ақ Орда күшейе бастады. Сонымен қатар осы Күріш әулетінің соң қағанаты өзіне тиесілі жерлерді қайтарды. Сонымен қатар осы ұрысқанның арқасында Ақ Ордаға Сырдария бойындағы қалалар, сонымен қатар Астана қаласы сол кездегі сығанақ қосылды. 1575-76 жылдары ұрысқан Алтынордалық сарайшы Қажытар ханның сарай қалаларын басып алды және ол жерде өзінің ақшаларын теңгесін шығару арқылы сол жерде нені жүргіз? Сауданы жүргізіп, сауда болған жерде халықтың несі көтеріледі, балдар экономикасы көтерілген екен. Өте жақсы үшін тапалқайық. Келесі 6-шы соңғы неміз, балдар бұл не істеуді дәлелдеу. Кезетейік балдар. Бір сөйлемдер. 15-ші ғасырдың ортасында қалыптасып келе жатқан қазақ этносының үш бөліктері әртүрлі мемлекеттерде, яғни ол Әбілхайыр хандығы, Ноғай ордасы және Моғолстанда болды. Ал қазақ тайпаларын бір мемлекетке біріктіру ісі ол орыс ханның ұрпақтары Керей мен Жәнібек үлесіне тиді. Жақсы. Жалпы қазақ тайпаларының табиғи көші-қон бағыттары бойындағы аумақтарды иеленуге деген ұмтылысы ол қазақ мемлекетінің құрылуына деген ұмтылыстарын көрсетті. Сол себепті де Керей мен Жәнібек өзара жетісуға көшіп қазақ жерлерін біріктіру маңыздылығын ойлады және қазақ жалпы хандығының құрылуының аса маңызды себептері ол көшпелі тайпалардың бір тұтас жайылымдық жерлерді қажетсінуі болып табылды. Сырттай қарағанда орыс хан мен шайбанидың мұралық үшін күресі ол күрес болып көрінгенімен шын мәнінде қазақтардың дербес мемлекет болу үшін күрес болып табылады және 1440-1450 жылдарда Керей мен Жәнібекке қазақ ру тайпалары Қазақстанның оңтүстігіне қосылған болатын және де ол мемлекетті Керей Жәнібектің әкесі Барақ хан мықты мемлекет құруға әсерін тигізген болатын. Керей мен Жәнібек ең мықты мемлекетті құрып сауданы дамытқан болатын. Ал жошының ұрпақтарының арасында күрес жүріп жатса да Керей мен Жәнібек мықты тәртіппен өздерінің мемлекетін Барақ ханның салып кеткен жолын әрмен қайта естеді. Керей мен Жәнібек билеген уақыттарда олар өз анашылық яғни Әбілхайырмен жауласу оларға оңайлыққа түскен жоқ, себебі олар осы жаз мезгілінде яғни Қазақстанның солтүстік бағытына көшу керек болған, бірақ ол тарапта олар көше алмағандықтан көше алмай қалды. Сонымен қатар өз кезіндегі Әбілхайыр хандығы сол тарапта осы Сырдария бойынан жергілікті аудандастырусыз қалуы бойынша оларға бірнеше қиындықтар туылған болатын. Осы тарапта қазақтардың яғни көшіп қонуына байланысты өз жерлерін игеруге деген яғни қажеттіліктер тудырды. Жақсы отыралық. Жақсы балалар. Үш тапалады жақсы. Бүгінгі сабағымызды балдар ендеше Енар стратегиясы арқылы қорытындылайық. Сонымен бүгінгі сабақта есте қалғаны кім айтады? Бір сөйлеммен тек. Естеріңде не алды? Мансур? Шығыстан туылған жылы, қайтыс болған жылы. Жақсы. Отыралық. Нәтижесін сипаттау. Не болды нәтижесінде? Мақсат? Бүгінгі сабақ. Керей мен Жәнібек қазақ хандығы. Қазақ хандығының іргесін қарайды, қазақ мемлекеті. Айрықша мәнді не болды сендерше арсалды? Жалпы осы Шыңғыс ханнан кейінгі мемлекеттер пайда болғаннан кейін Шыңғыс ханның қалай қайтыс болғанына қарамай басқа да хандар оның мемлекеттің экономикалық дамуын, жалпы жан-жақты дамуын алып шықты деп айтамын. Жақсы. Резонансты, яғни қазіргі қоғам дамуының әсері қандай?
Кім айтады? Я Балкис. Резонансты біз Жәнібекке керегін бөліп шығуына айта аламыз болады. Себебі олардың теңге шығаруы немесе олардың сауда-саттығы жұмыс жасағанның арқасында бізге қазір тұрған дамуына. Жақсы, ол бір сәт қазіргі қоғаммен, қазір біз өмір сүріп жалпы керей мен жәнібектің қазақ хандығының құруы қазіргі қоғам, яғни біздің осы қазақ жеріне еңгенуімізге бірден бір септігін тигізді. Керей мен жәнібек басқарған ру тайпалар қазіргі кездегі өзіміздің рулардың бөлінуі, еліміздегі әртүрлі керей мен жәнібекті құрметтеу мақсатында көптеген мәселелердің жүргізілді. Сонымен қатар валютаның пайда болуы, өзіміздің тәуелсіздігіміздің алуы қазіргі кезге деген әсер ете болмайды. Жақсы, отыралық. Дұрыс айтасыздар балалар. Бүгінгі біз сабақта жалпы о баста тонау ерте қазақ хандығының дәуірінен бастап олардың алға қойған мақсатының барлығы не болды балдар? Тәуелсіздікті алу. Міне білесіңдер, тәуелсіздіктің жүгі ауыр деген сөзді көріп отырмыз. Әрине бұл сөзді бүгінгі тонау кеше 20-шы ғасырдың саңлағы атанған, бүгінде біздің мектебіміздің үлкен атағын алып отырған, тонау төрден орын алып тұрған Дінмұхамед Ахметұлы атамыздың бұл кейінгі ұрпаққа айтып кеткен сөз екен. Біз сол тәуелсіздігімізді әрмен қарата жалғап, жаңа Қазақстандың жаңа жастарымыз деген ниетпен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Бүгінгі сабақта атсалысқан барлық оқушыларға жақсы деп бағалаймын, және соның ішінде Азелия, Ақмарал, сабаққа келгендер, Балкис бар. Міне мына жерде балдар Мансурды ерекше айтып кетуге сабаққа болмаса да, бірақ сабақта белсенділік танытып отыр. Мансур бар, Балкис бар, Әділет бар, мына жерде Аружан, екі Аружанды айта аламын. Нұрай, Алдияр мен Алина өте жақсы, яғни топтық жұмыста істеген. Артында Гаухар мен Жансая бар, Ырысалымыз бар. Шамал Артур әлі де қосылын қалу керек сабаққа. Ақерке әлі де белсенділік танытуымыз керек. Және сонымен бірге ортада отырған 4 оқушы Аяулым, Қызғалдақ, Арай және Дарияларды бүгінгі сабақта өте жақсы деген бағамен бағаланып келеді. Ендеше балдар бүгінгі сабағымызды, яғни аяқтай келе үйге тапсырма, яғни 35-ші параграф 134-ші бетте 139-ші беттің аралығы